Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге жаздың аптап ыстығында шөліңізді басатын арбуздан жасалған лимонадтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндет түрде соңына дейін қараңыздар. Құрамына арбуз, лимон, бал, газдалған немесе газдалмаған су қажет. Арбузымызды осылай кесіп алып, бірнеше бөлікке бөліп, дәнегінен тазалап шығамыз. Содан соң осындай бөліктерге бөлеміз. Туралған арбузымызды тереңірек ыдысқа салып, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Ситаның көмегімен қоюын сүзіп аламыз. Қоюымен де жасауға болады, өз қалауыңызша. Содан соң жартылай туралған лимонды согымызға сығамыз. Балымызды қосамыз. Барлығын араластырып, осындай ыдысқа құйып аламыз. Мұз салсаңыздар да болады. Мұзымызды қосып, суымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің арбуздан жасалған лимонадымыз дайын болды. Салқындатып ішсеңіздер өте дәмді. Жаздың күні шөліңізді қандырады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.